Қайырлы кеш көрермендер. Бүгін сіздермен балықты қуыру және де оны картошкамен пісіру әдісін көрсетемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен кез келген балық түрін алып, турап осылай тұздап аласыздар. Бұл тамақты жасау үшін бізге пияз қажет болады. Пиязымызды осылай турап аламыз. Және де сәбіз тураймыз. Осылай сәбіздеріңізді домалақ қылып етіп турап, одан кейін ортасынан төртке бөлсеңіздер болады. Бірақ өз қалауларыңызша турасаңыздар да болады. Осылай барлығын турап алдым. Тамағыңыздың дәмін келтіріп тұратын осындай сладкий перец қосуға да болады. Бірақ өз қалауларыңыз бойынша. Енді картоптарыңызды осылай домалақ етіп барлығын турап аласыздар. Картоптардың барлығын турап алғаннан кейін бір ыдысқа салып, оны маринадтаймыз. Осылай приправаларын салып шығамыз. Қандай приправа салғанымды видеоның астына жазып кететін боламын. Осылай көкөністеріңіздің барлығын турап алғаннан кейін балығымызды қуырып бастаймыз. Балығымызды осылай ұнға аунатып, қызып тұрған майда қуыратын боламыз, қызартып тұрып. Менің сүйікті оқырмандарым, осы видеоны көріп отырған болсаңыздар, қолдау ретінде лайк басып комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің әр жазған пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Егер де жаңа көрермен болсаңыз, маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды алғашқы болып көріп отыратын боласыз. Міне осылай балықтарымызды екі бетінде қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Егер де қонақ күтетін болсаңыздар, балықты осылай бүтіндей салып, қуырып ұсынсаңыздар, дастарханның сәнін келтіріп тұратын болады. Осылай барлық балықтарымызды қызартып қуырып алғаннан кейін, оны бір ыдысқа салып қойыңыз. Одан кейін осы балықтың қуырған майының үстіне қазір біз картошкаларымызды пісіретін боламыз. Ең алдымен осылай майдың үстіне пияздарды ең астына салып шығыңыздар, себебі асты жабысып күйіп кетпеу үшін. Пиязымыздың үстіне осылай сәбіздерімізді, картошкаларымызды кезек-кезек салып орналастырып аласыздар. Осы видеомды салып болғаннан кейін сіздер үшін салат жасаудың жолын көрсететін боламын. Сол видеомды көру үшін маған тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Видео шыққан кезде көре аласыздар. Осылай барлық көкөністерімді кезек-кезегімен орналастырып салып алдым. Енді осының үстіне жаңағы пісіріп алған балықтарымызды рет-ретімен қойып шығасыздар. Сол кезде балықтарыңыз жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Егер де сіздерге олай ұнамаса, балықты салмай-ақ әшейін картошкасын пісіріп алсаңыздар болады. Балықтарыңызды салып болғаннан кейін үстіне бір кесе суды құйып, баяу отта бұқтырып пісіріп аласыздар. Осылай қақпағын жауып қойыңыздар. Мінеки картошка мен балықтан жасаған тамағымыз дайын болды. Осылай әсемдік үшін үстіне пияз, жусай салып ұсынсаңыздар болады. Өте жұп-жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болған үміттемін. Қолдау ретінде маған тіркеліп лайк басып комментарий бөліміне пікіріңізді қалдырып қойыңыз.